Сәлеметсіздер ме оқушылар? Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы табиғат және менің қауіпсіздігім. Сабақтың оқу мақсаттары: қолайсыз климаттық ауа райы жағдайындағы қауіпсіздік ережесін құру, геологиялық және табиғи климаттық апаттар кезіндегі өзін өзі ұстау ережесін құру, төтенше жағдайлар кезіндегі қауіпсіздік ережелерін құруды үйрену. Артық сөз стратегиясы. Артық сөздерді алып тастаңдар. Яғни, берілген сөздерді оқып, тақырыпқа қатысы жоқ сөздерді алып тастау. Жалпы оқушылар, біздер табиғат туралы жақсы білеміз. Табиғаттың берген сыйы жер, су, ауа және от. Жер бізге азық береді. Отпен жылынамыз, ауамен тыныстаймыз. Сумен шөлімізді қандырамыз. Алайда, олардың табиғи апаттарға айналу қаупі де бар. Адам өмірінде табиғи қауіп қатерден төтенше жағдай пайда болады. Төтенше жағдай дегеніміз табиғат немесе өндіріс апаттарының зардаптарын күнделікті қызметпен, қаражатпен жоюға мүмкіндік бермейтін мемлекетке төнген қауіп. Табиғаттағы катаклизм. Катаклизм сөзі грек тілінен аударғанда катастрофа, табиғи апаттар дегенді білдіреді. Төтенше жағдайлар шығу тегіне қарай табиғи және техногенді деп бөлінеді. Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар деп адамдардың өз қолдарымен жасалып жатқан апаттар мен қирауларды айтады. Оның түрлері: өндіріс орындарында болатын апаттар, көлік жүйесіндегі апаттар, түрлі жарылыстар мен өрттер. Ал табиғи төтенше жағдайлар бұл табиғи құбылыстар. Оларға су тасқыны, жер сілкінісі, қар көшкіні, дауыл, көктайғақ тағы басқа жатады. Су тасқыны бұл өзенге, көлге немесе су қоймаларына жақын жерлерге судың жайылуы. Ол материалдық залал келтіреді, тұрғындардың денсаулықтарына зиян келтіреді, немесе адамдардың өліміне алып келеді. Қар көшкіні бұл таулардың тік баурайларынан құлайтын немесе сырғып түсетін және 20-30 метр секунд жылдамдығымен жылжитын қардың массасы. Дауыл жылдамдығы 20-30 метр секунд болатын жел, шаңсыз, құмды және қарлы дауылдар болады. Теңіздегі дауылды шторм деп атайды. Көктайғақ және көк мұз мүлдем өзгеше түсініктер. Көктайғақ бұл суық жердің үстіңгі қабатына жауатын жаңбырдың қатуына байланысты. Жерде, ағаштарда, сымдарда және басқа жерлерде мұздық пайда болады. Жер сілкінісі бұл жер асты соққылары, яғни дүмпулері, және жердің үстіңгі қабатының теңселуі. Оның ішіндегі энергия процестерінің қозуынан пайда болады. Сұрыпта тапсырмасы. Берілген сөздерді оқып, мына кестелерге орналастыру. Табиғи апаттар дегенімізде, техногенді апаттар дегенімізде не? Енді бұл жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер. Сурет бойынша жер сілкінісі кезінде өзіңді қалай ұстау керектігі жайлы түсіндіріп көр. Адамзат мекен ететін жер шарының үнемі айналыста тұратыны белгілі. Бірақ оқыста пайда болатын тербелісті төтенше жағдай деп тануға мәжбүрміз. Міне, дәл осы сәтте қауіпсіздік шарасын сақтап, сіз өз жеке басыңызды аман қалып қалуыңыз керек. Психологтардың сөзіне сүйенер болсақ, ең бастысы адам өз-өзіне берік болуы тиіс. Ал тағы қандай қағидаға жүгінген жөн? Келесі бейнематериалда. Ең бастысы адам өз-өзіне берік болуы тиіс. Еліміздің біраз бөлігі сейсмикалық қауіпті аймаққа жатады. Яғни жер сілкіне қалса халық не істеу керек? Ең бастысы абдырамау. Сосын дер кезінде қауіпсіз орындарды белгілеп, тиісті іс-әрекет жасау деген мағынада. Егер жұмыста отырсаңыз, есіктің босағасын
тиісті іс-әрекет немесе жасау. бел ағаштардың астын Егер пайдалану жұмыста керек. отырсаңыз, Стол астына арқаны терезеге қаратып, қолды басқа қойып, боп отыра қалуға да болады. пайдалану керек. Осы бөлменің ішінде Стол екі астына ішкі арқаны бұрыш бар терезеге және қаратып, екі қолды сыртқы басқа бұрыш бар. қойып, боп Екі отыра қабырғаның қалуға да ішкі болады. қабырғалардың Осы бөлменің бірігіп ішінде тұрған жер. екі Дүмпулердің ішкі бұрыш бар қарқындылығын және сезген екі сәтте сыртқы бұрыш бірден бар. ішкі бұрышқа Екі тұра қалатын қабырғаның болса, ішкі қабырғалардың дүмпулер бірігіп аяқталғанша тұрған жер. Дүмпулердің онда оның қарқындылығын аман қалу ықтималдығы сезген жоғарылайды. сәтте Бірақ бірден ескеретін ішкі жайт бұрышқа бар. тұра қалатын Ішкі болса, бұрышта адамның үстіне құлайды деген сөрелер, аман қалу ықтималдығы шкафтар жоғарылайды. Бірақ болмауы ескеретін тиіс. жайт бар. Ішкі бұрышта Ал адамның қауіпті үстіне аймақтарға, құлайды яғни деген бөлменің сөрелер, сыртқы қабырғаларына, шкафтар терезелердің болмауы астына, тиіс. балкондар Ал мен қауіпті аймақтарға, яғни бөлменің сыртқы электр бағаналарына терезелердің жақын тұруға астына, мүлде болмайды. Тіпті баспалдақтан балкондар мен түскенде де қабырғаға сүйеніп түскен жөн. Ал электр үйдегі ең бағаналарына қауіпсіз жақын орындардың тұруға бірі мүлде болмайды. Үй жағдайында, тұрмыстық жағдайда жан сақтауға мүмкіндік беретін келесі бір орын бар. Ол жуынатын бөлме. Статистикаға қарағанда, жуынатын бөлменің ішіндегі ваннаға бұғып жатып қалған адамдар өте қарқынды вирус өлкілері кезінде де тірі қалған. Себебі жаңа ваннаның корпусының өзі адамның жарақат алуына мүмкіндік бермейді. Ол қорқыныш. Жаңа ваннаның корпусының өзі адамның жарақат алуына мүмкіндік бермейді. Апат айтып келмейді. Сондықтан әрқашан дайын жүру керек. Апат айтып келмейді. Сондықтан Үйдегі құнды қағаздарда, жеке куәліктен бастап барлық маңызды құжаттарды, сосын бір күнге жететін азық-түлікті қол сөмкеге салып қойған жөн. Сонда ғана күтпеген жағдай кезінде далаға жылдам шығып азық-түлік болады. қол сөмкеге салып қойған жөн. Сонда ғана күтпеген жағдай кезінде далаға жылдам шығып үлгеруге болады. Оқушылар, жер сілкінісі деген не екен? Төтенше жағдай ма? Жер сілкінісі кезінде қандай жерлер қауіпсіз? Қауіпті аймақтарды ата. Үйдегі қауіпсіз орындар қандай? Алдын ала дайындалу үшін не істеу керек? Есіңде болсын, табиғаттағы катаклизмдер адам өміріне қауіп туғызатын алапат құбылыстар. Өз өмірің мен денсаулығыңды сақтау үшін табиғи катаклизмдерден сақтанатын қауіпсіздік ережелерін білуің керек. Жақсы оқушылар, енді үйден табиғат және менің қауіпсіздігім деген тақырыпты жақсылап оқып келеміз. 74-75 беттер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Сабақ аяқталды.